саламатсыздар ма? Бүгін біздер Ақбұлақ мектеп Бөбекжай балабақша кешенінің мектепалды сынып тәрбиеленушілерімен магниттің тартылу күші жөнінде іс-тәжірибе жасап көрсетеміз. Ал балалар, қараймыз. Алдымызда не тұрған біздің? Магнит. Магниттің қандай қасиеті бар? Металды тартады. Ал магнитімізді алып, металды тартып көрейік. Тартылды ма? Не істеді магнитке? Ал енді біздер оны ағашқа жасап көрейікші. Неге тартылмайды? Ағаштан жасалған. Ал металдан жасалғанды? Жабысады. Енді бізде көріп тұрғанымыздай магниттен қандай түстер бар? Қызыл мен көк түстен тұрады. Қызыл мен көк түс магниттің оң және теріс зарядын береді. Енді қасымыздағы досымыздың магнитінің көк жағына көкті, қызыл жағына қызылын қойып көрейікші. Бір-бірімізге тақатып. Қызыл мен қызылды, көк пен көкті тақатсақ не істейді олар? Итереді да қашып. Ал егер де қызылды көкке, көкті қызылға жақындатсақ не істейді? Бір-біріне жабысады. Енді қараймыз. Енді қолымыздағы қағазды аламыз. Қолымызға қағазымызды аламыз. Бір-бір қағаздан, қасымызда тұрған қағаздан аламыз. Енді осы қағазда магнит жабыстырып көреміз қағазға. Жабыстырып көрейікші магнитімізді қағазға. Айда қағазын алады. Жабысады ма? Жабыспайды. Ал егер де қағазымыздың үстіне мына металдан жасалған қыстырғыштарды қойсақ, үстіне қойсақ не істейді? Магнит үстіне қойсақ, магнит не істейді? Жинап? Енді қараймыз қағаздың, біздерде қағаз магнитке жабыспады. Енді үстіне металл қойғаннан кейін қағазымыздың астынан жүргізейікші магнитімізді. Не істейді? Қағаздың астынан қойса, қыстырғыштарымыз не істеп жатыр? Жүріп жатыр. Ал енді балалар, алдымызға келесі көбелектерді қараймыз. Көбелектерімізді қарайықшы. Көбелекті жабыстырайықшы. Жабысады ма? Көбелегін алады. Көбелегін жабысады ма? Жабысады ма? Қағаздан жасалған көбелек. Енді осы көбелекке мына металл қыстырғышты қыстырайық. Металл қыстырғышты қыстырайық. Біреуін алып қыстырамыз. Көбелекке қыстырамызды. Сосын көбелекті жабыстырып қараймыз. Жабыса ма сол кезде? Көбелегіміз. Енді қағаздың астынан жүргізейік, көбелекті ұшырамыз. Гүлдерге қондырамыз. Магнитті қағаздың астынан жүргізсе көбелегіміз ұшады ма? Ал балалар, бүгін біздер немен тәжірибе жасадық? Магнит. Сендерге тәжірибе ұнады ма?